Ассалаумағалейкум сықтар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз бұзаулар мен және қызанақты және қиярды көрсетеміз. Видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мен бұзауларыма қазір не бергенін көрсетемін. Мен бұзауларыма мынандай қиярдың дәу-дәулерін турап жүгерін ұн сөп беріп жатыр маған. Ал ендеше қиярға кеттік. Біздің қиярларды теріп жатырмыз. Қиярдың ең көп шыққаны 1 тонна 153 кило болды. Қиярдың бағасы дәл қазір 30 теңгеден. 30 теңге деген өте төмен баға, бірақ басы 200 теңгеден басталды. Мен бұдан былай көтеріледі. Бүгін 31 май. Менің Қарабай дейтін бұзауым 31 майда туылған еді. Мен алдыңғы жылы қызанақты 31 майда жібеген. Достар, біз дүмбілге кептерін болғын беріп жатырық. Сол туралы видео шықсын десеңіздер, плюс қойып кетіңіздер. Дүмбіл 10 күннің ішінде дайын болады. Шабыт сізден, контент бізден. Видеоға лайк басып қойсаңыздар, жақсы видео түсіруге тырысамын. Мен кеше түнде қызанақтарымды суардым. Қызанақтарымның ең қазір піскенін көрсетемін. Ол үшін лайк басып қойсаңыздар дұрыс болар еді. Алдағы видеода біз жібек базарларға, Тараз базарларға, Алтын Ордаға баруға тырысамыз. Мына қызанақтардың бәрін сату керек болады. Мен кеше суарып жүрген кезде бір піскен помидорды көрдім. Ол помидор сап-сары болып, уже пісейін деп жатыр екен. Ол помидор міне арасында өте көп. Бұл помидорды біз қашан ектік? Біраз болып февралдың ішінде ектік. Мінекей жерге 9 мен 10-на ектік. Сол 9 наурызда ектік. Сол аралықта осынша жағдайға жетті. Ал пысықтар, видео ұнаса видеоға лайк басып қойыңыздар. Келесі видео дүмбіл шықсын десеңіздер, осы каналға тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы видеоларда қарагенін қалай шашу керек екенін түсіремін. Дүмбілге барсақ, дүмбілде бір түсіремін. Базарға баратын болсақ, базардың бағаларын бәрін айтып беретін боламын. Видеоға лайк басып, бетке шығарыңыздар. Пысықтардың саны көбейіп кетсін. Ал видеоны сау болыңдар.